Сіздерді Жүзан жобасы аясында абай әнімен ата-аналармен бірге таныстырамыз. 8-ші Ж сыныбының оқушысы Каримов Альтаирдің ата-анасы Каримов Тимур Нигметуллаевич Қазақ өнер университетінде оқытушы. Толық әннің әуенін скрипкада орындап, әлемге танымал етіп жүр. Енді әнді Ақтау филармониясы оркестрінің орындауында тыңдап, ән тарихы туралы мағлұмат алыңыздар. Абай Құнанбайұлы 1845-1904 жылдары өмір сүрген. Ақын, ағартушы, жазба қазақ әдебиетінің, қазақ әдеби тілінің негізін қалаушы, философ, композитор, аудармашы. Абайдың «Көзімнің қарасы» әні жұмыр жер бетіндегі әр қазақ баласына таныс десек, асыра айтқандық емес. Абайдың «Көзімнің қарасы» өлеңінің шығу тарихына тоқталатын болсақ, әлем әдебиетінде әке мен бала арасындағы сүйіспеншілікті Абайдай иін қандырып жазған ақын некен саяқ. Мұндағы ең басты айырмашылық, әке өз перзентін өлгеннен кейін емес, керісінше көзі тірісінде ұлықтайды. Міне, бұл Абайдың тәні бөлек демесең жаны бір, жалғандағы шын жақсы көретін ұлы Әбдірахманға арнаған өлеңі «Көзімнің қарасы» болатын. Осы шумақта Абай әкенің ұлына деген зор сүйіспеншілігін жырлайды. Міне, Абайдың ахуалы осыны көрсетеді. Байқасақ, ән әуенінде келер уақытқа деген сенім мен үлкен үміт бар. Сол үкілі үміттің кейіпкері ән әуезінің өн бойында мінмындалап тұрады. Қазақтың данасы, жас үлкен ағасы, бар деме сенде бір адамның баласы. Осы шумақтан көріп отырғанымыздай, өлең Алаш баласының данасы мен ағасы болар азаматына салмақ түсіріп тұрған жоқ па? Ақынның Әбдірахман науқастанып жатқанда деген өлеңі мен Әбдірахман дүниеден өткеннен кейінгі топтамасына назар аударсақ, сол өлеңдердегі «Жасқа жас, ойға кәрі едің, я болмаса, көрген білген өкінді,
мін тағар жан болмайды деген жолдар жоғарыдағы шумақтың айна қатесіз аналогиясын көрсетеді. Жүректен қозғайын, әдептен озбайын, өзі де білмейме, көп сөйлеп созбайын. Деректерде «Көзімнің қарасы» өлеңі 1891 жылы жазылған деп көрсетілген екен. Әбдірахманның 1895 жылы небары 27 жасында мерт болғандығын ескерсек, аталған ғазал сүйікті ұлының көзі тірісінде туған. Біз ақынның өзі де білмейме ишарасынан осыны аңғарамыз. Екінші жағынан, осы бір өлең жолдары әке мен бала арасындағы орнаған шын асықтықтың ұлына арналатын айдан анық әйгілеп тұр. Небары 4 шумақтан ғана тұратын ғазалдың соңғы жолы ақынның сол түйіні іспетті. Көп сөйлеп сөз байын деп өз-өзіне тоқтам жасайды.